күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сарматтардың саяси тарихы. Оқушылар, өткен сабақтарда сарматтардың қоныстануы, қоғамдық құрылысы, археологиялық ескерткіштері, мәдениеті жөнінде білімімізді қалыптастырған болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда біздер сарматтардың ежелгі замандағы саяси оқиғаларға қатысуы, басқа елдермен қарым-қатынасын анықтап, түрлі авторлардың жазбалары негізінде дәлелдер келтіретін боламыз. Яғни сарматтардың халықаралық аренадағы орнын анықтаймыз. Оқушылар, барлығымыздың есте ұстауымыз тиіс бір нәрсе, бұл Қазақстанның батыс өңірін біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасыр, біздің заманымыздың 4 ғасыр аралығында мекендеген тайпалық одақтарды еуропалық тарихшылар сарматтар деп атайтындығын, ал шығыс жазбаларында асы, алан, аурыс деген атаулармен атайтындығын білуіміз тиіс. Бірақ бұлардың бәрі бір халықтың аты болып табылады. Сарматтар Қара теңіз жағалауын мекендеген скифтермен көрші болады. Жалпы скифтер деп Еуропадағы сақтарға туыс тайпаларды атайды. Бастапқы кезде скифтер сарматтармен достық қарым-қатынаста өмір сүрді. Атақты парсы патшасы Дарий Скифияға жорық жасағанда, сарматтар скифтерге қолдау көрсетіп, парсыларға қарсы соғысады. Бірақ біздің заманымыздан бұрынғы 339 жылы сарматтардың батыстағы көршілері скифтердің атақты басшысы Атейдің қайтыс болуына байланысты бұл елде саяси дағдарыс орын алып, мемлекет ыдырай бастайды. Осыны пайдаланған сарматтардың кейбір тайпалары Қара теңіздің солтүстік бөлігіндегі скифтер аймағына өтіп, ол жерлерді жаулай бастайды. Бұл туралы бізге атақты антикалық тарихшылардың бірі грек тарихшысы Диодор сарматтар скифтер жерін күштеп иемденіп, халқын жаппай қырғынға ұшыратты деген пікір айтады. Жалпы, осы оқиғадан кейін Шығыс Еуропа далалары мен Солтүстік Кавказ аумағы енді Сарматия деп атала бастады. Біздерге белгілі Батыс сармат тайпалары және Шығыс сармат тайпалары деген атаулар бар. Батыс сармат тайпалары язиктер, яғни роксоландар, Рим империясымен шекаралас болып, оның Дунай бойындағы иеліктеріне жорықтар жасайды. Міне, Рим империясы, мына жерде сарматтар. Кейде Римге жалданып одақтаста болды. 8 мыңдық сармат жасағы Римге жалданып, олардың бір бөлігі тіпті Британ аралдарына әскери қызметке жіберілген. Кейбір ғалымдардың пікірінше, олардың жырлары атақты король Артур туралы аңыздың негізі болған. Сарматтарды римдіктер өздеріне қосып алудың жолын іздестіреді. Сондықтан да Рим империясын, қарап отырыңыздар, міне картаға, Рим империясын Август билеген тұста империяға бағынатын 24 аймақтың 9-ы Сарматия деп аталған. Келесі шығыс сарматтар туралы. Шығыс сарматтар бұлар алан, сирак, аурыстар, антика әлемімен тығыз байланысты болған. Яғни Кавказ арқылы алдыңғы Азиямен байланысты болған. Жалпы сармат тайпалары орталық Азия мен Қара теңіз мәдениетін байланыстырды. Боспор патшалығымен байланыс орнатты. Алдыңғы Азия елдеріне, Кавказға және Парфияға жорықтар жасады. Алайда сармат одағында әртүрлі көшпелі тайпалардың болуы олардың өз арасында билікке қол жеткізу үшін күрестерін күшейтті. Халықтардың ұлы көшіне қозғау салып шығыстан көшкен ғұндар біздің заманымыздың 4 ғасырында сарматтарды талқандап, бір бөлігін өзіне қосып алады. Сөйтіп, сарматтар әлсіреп, тарихи сахнадан дербес саяси күш ретінде жойылды. Осылайша сарматтар тарихы енді ғұндар тарихына ұласып кетті. Енді сарматтардың көпшілігі ғұндармен және готтармен бірге батысқа жылжып, жаңа мемлекеттік құрылым құрамына енді. Оқушылар, сіздерге тақырып бойынша тапсырмалар беріледі және бекіту сұрақтары беріледі. Бірінші тапсырма. Төменде берілген тапсырманы орындаңдар. Ақиқат немесе жалған ақпараттарды анықтаңыз. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін бізге бекіту сұрақтары беріледі. Қараңыздар. Бірінші, скиф және сармат тайпаларының қарым-қатынасы туралы не білесің? Аурыс, алан деген тайпалардың сарматтарға қандай қатысы бар? Ғұндар жорықтары сарматтардың тағдырына қалай әсер етті?
сарматтардың халықаралық аренадағы орны қандай болды? Осы бекіту сұрақтарын орындап болсақ, бүгінгі тақырып осымен тәмам. Үйге тапсырма: сарматтар туралы деректер қалдырған тарихшылар туралы дәптерге сипаттама жазыңыз. Осымен оқушылар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.